Ассалаумағалейкум, аса қадірменді қазағым, назарыңызда жан бол рахматулла. Мен кең жеріміздің көп бөлігінде болғам. Мен саяси тақырыпта әңгіме бастап, соңына қарай олар. Бірақ мен саясаткер емеспін ғой, немесе юристке оқымағам. Мен қолыма не келеді, саясатпен саясаткерлер айналыса берсін дейді. Олардың қате ойда жүргендерін әрбіріне жеке түсіндіріп өткем, енді білмегендер білсін деп осымен бөліспекшімін. Конституцияны яки ата заңымызды ашып қарайтын болсақ, 3-ші тармақтың 1-ші бөлігінде мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық делінген. Ал 3-ші тармағында Қазақстан Республикасында билікті ешкімде иемденіп кете алмайды. Билікті иемденіп кетушілік заң бойынша қудаланады делінген. Демек біз халық, билікпіз. Алайда өз билігімізді жүзеге асыруда мемлекеттік органдарға бергенбіз. Конституцияның 1-ші бабының 1-ші тармағында мемлекеттің ең құнды қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары делінген. Егер мемлекеттік органдар, депутат болсын, министр я болмаса президент болсын, жаңағы адам және адамның өміріне, құқықтары мен бостандықтарына нұсқан келтірсе, яғни оларды шектейтіндей заң шығарса, оларды орындарынан босатуға толықтай хақылымыз. Ой, халықты қанап болды ғой, халықты тонап жатыр деп асханада ғана сөз қылмай, олар еститін етіп талап ете білу керек. Әрине, егер айлықтан айлыққа дейін өлместің күнін кешіп, кредиттеріңізді әлемде жоқ пайыздармен төлеп жүре бергіңіз келмесе. Өтініш ағайын, жаттап алайықшы. Қазаққа шынайы жан ашитын тек қазақ, анау қазақ емес жүрген орысша сайрап, саған шынайы жан ашитын жүрегінде Алла мен Алаш деп тұрған мына қазақ. Өз құқықтарыңызды кімге болсын таптатқызбаңыздар. Егер де университетте оқуға мүмкіндігіңіз болмаған болса, ештеңе етпейді, ештен кеш жақсы. Қазір ғаламтор бар, Конституцияны оқыңыздар, оны тек қана сөз жүзінде қалдырмай, іс жүзіне асыратындай етіп талап ете білу керек. Халық өз күшін білмейді. Халық ол жойқын күш. Міне сіздерге бір мысал келтірейін. Міне мына жерді алаң деп қабылдайық, оның асты құз, жар. Мына жерде кез келген басшы, әкім болсын, президент болсын, халық тұр оны сайлаған. Халық жаңақ басшының сөзін тыңдап тұр. Басшының өтіріктерінен, жалғандарынан шаршап, халық кететін болса басқа бағытта. Кез келген басшы құлайды. Бізде хан жоқ, бізде патша жоқ. Біз тәуелсіз, демократиялы, зайырлы мемлекетпіз. Бізде депутаттар бар, президент бар. Біз оларды халық шектеулі уақытқа сайлайды. Ассаламағалейкум.